Баршаңызға сәлем бердім. Мен бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тағамы қуырдақты уақыт тығыз кезде қалай жылдам пісіруге болатынын көрсетемін. Біз ауылда тұратын болғандықтан үнемі бордақы мал ұстаймыз және ай сайын бордақы мал соямыз. Біздің еркектеріміз малды бауыздап жілік-жілікке бөлем дегенше бізде 1 сағат қана уақыт бар. Сол 1 сағаттың ішінде біз қуырдақты дайындап қоюымыз қажет. Мен бүгін қуырдақты сиырдың етінен дайындаймын. Сиырдың еті және сиырдың өзінің іш майы және сиырдың бауыры. Бауырды етпен бірге салмаймыз. Бауырды ең соңында картоппен бірге салатын боламыз. Алдымен осы етті, бауырды және іш майды сумен жақсылап жуып аламыз. Егер менің видеом сізге ұнаған болса, қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіз. Етті жақсылап жуып алғаннан кейін ең қатты жанып тұрған оттың үстіне қазанды қойып, қазанды қыздырамыз. Қазан қызғаннан кейін аз ғана сұйық майды құйып, сұйық майымыз қызғаннан кейін іш майымызды салып қуырамыз. Іш майды шамамен 5 минут қуырып болғаннан кейін етіміздің бәрін салып, ең қатты оттың астында 10 минут қуырамыз. Он минут өткеннен кейін татымына қарай тұз салып, жақсылап араластырамыз. Ал енді басты тақырыпқа оралайық. Қуырдақтың етін уақыт тығыз кезде жылдам пісіру үшін мен осындай дәмдеуішті пайдаланамын. Бұл дәмдеуіштің нақты қалай аталатынын білмедім, бірақ біз өз арамызда китайский тұз деп айтамыз. Бұл дәмдеуіш кез келген магазиндерде, кез келген супермаркеттерде дәмдеуіш сататын қатарларда міндетті түрде сатылады. Осы китайский тұз дәмдеуішіне 2 шай қасық қосып, жақсылап араластырамыз және бетін жауып 1 сағатқа бұқтырамыз. Бір сағат өткеннен кейін пиязды жақсылап ашып жуып аламыз және видеода көрсетілгендей етіп қатты майдаламай ірілеу қылып турап қуырдаққа салып жақсылап араластырамыз. Пиязды етке салып араластырып алғаннан кейін картопымызды ашып, сыртын жақсылап жуып, осы видеода көрсетілгендей етіп ірілеу қылып тураймыз. Туралған картопты еттің үстіне саламыз, бірақ араластырмаймыз. Картоптың үстіне татымына қарай тұз салыңыздар және қалауларыңыз бойынша құрғақ петрушка мен укроп салсаңыздар болады. Ең соңында бауырды салып, бауырдың үстіне аз ғана шым-шым тұзды сеуіп, қазанның бетін жауып, жарты сағатқа бұқтырамыз. Мінекей, қуырдағымыз дайын болды. Картоп та еті жып-жұмсақ болып пісіп шықты. Енді осы қуырдақты жақсылап араластырып, ыдысқа салып, дастарханға ұсынамыз.
Біздің бау қуырдағымыз өте дәмді болып шықты. Сіздермен бірге болған Ғайша Нұрбекқызы. Астарыңыз дәмді болсын.